Сәлеметсіздер ме, құрметті тораптастар? Бүгін өздеріңізге қалқанша без қызметінің әлсіреуі туралы сөйлейік. Қалқанша без қызметінің нашарлауы жалпылағанда қалқанша без секрециясының азаюымен немесе мына гормон төңірегіндегі әсерінің қайтуынан пайда болатын ауру. Бұл аурудың енді түрліше адамдарда белгісі түрліше болып келеді. Жалпылағанда 20 жастан 50 жасқа дейінгі адамдарда көп кезігіп отыр қазір. Мысалы, мына жетілмей тұрып бұған шалдыққан балаларда, әдетте балалар жабыспақ солистік ауру деп аталады. Осы ауруға ертерек шалдыққан балалардың миының жетілуі, дене тұлғасының өсуі ауыр ықпалға ұшырайды. Зейін қуаты төмендейді, денесі чөжіп, тәлтіректеп, беті домбығып, меңіреу болып қалатын жағдай болады. Бұл меңіреулік науқас деп аталады. Бұл аурудың ересек кездегі белгілері жалпылағанда қалтырап тоңып тұру, мойны иыққа қарай тартып ашып ауыру, тері аз шығу, болдырып ұйқы басу, сүлкіні түсу, терісі мен шаш түгі сарғайып құрғау, есте сақтау қуаты төмендеу, тамаққа тәбеті тартпау, іші кебу, дәреті жиілеу, жабыспақ солістік пайда болу, әйелдерде етек кірі азаю немесе тосылу, ерлерде бездік пайда болу деген секілді жарыққа шығады. Енді жалпылағанда бұндай науқасқа шалдыққанда мына бір қанша жақтардан айтуға болады. Біріншісі, терісінен қарағанда өң ағарып, көз қабағы және беттері домбығып ісінеді. Сүлкіні түсіп, меңіреу болу, тұтас денесін терісі құрғау, қалыңдау, жөн сал тарту, өңі шаштықтері түсу, солістік пайда болу, аяқ қолдарының терісі сарғаю, денесінің салмағы арту, ішінара науқастарда тырнағы қалыңдау, жарылу жайттері пайда болуы мүмкін. Екіншіден, жүйке рухи көңіл күй жүйесінде есте сақтау қуаты әлсіреу, ұйқысы бұзылу, көп түс көру, шаршап, әл дәрмені құрып тұру, бас айлану, көз қарауыту, құлағы шыңылдау, басы ауыру, көзі бұлдырау, кейбір ауыр болғандарда меңіреу болып қалу жайттері болуы мүмкін. Үшіншіден, мына жүрек қан тамыр жүйесінде жүрегі тез соғу, жүректің қан ығыстыруы төмендеу, қан қысымы төмендеу, жүрек соғу дыбысы бәсеңдеу, жүрек үлкею, жүрек артериясы қатаю. Бұнда мына жүрек жаншуы менен жүрек әлсіреу жағдайы туылмайды екен. Кейде жүрек қабы мен мына ми қосалқысында жабыспақ солістік сипатты жүрек етінің өлеттену пайда болуы мүмкін. Төртінші жақтан ас қорыту жүйесінде асқа тәбет тартпау, іші кебу, іші қату, кейбір салмақтыларында өттің қуырылып әлсіреп өттің толуы, былайшасын айтқанда. Кей науқастарда асқазан қышқылы азаю, қатерлі сипаттағы қаназдық және темір құрамы азық сипатты қаназдық апарып соғуы мүмкін. Бесінші жақта мына қозғалыс жүйесінде бұлшық еттері босау, дәрмені құрып әлсіреу, бұлшық еттері жайсыздану, жансыздану, сыздау, ауырғаны күшею, сүйек буындары ауырып, науқас созылмалы буын қабының өзгеріс пайда болып мүмкін науқаста. Яғни былайша айтқанда науқасы созылмалы буын қабының ауруына өзгеруі мүмкін. Алтыншы жақтан ішкі секреция жүйесінде әйелдердің етек кірі көбейеді. Ауру етек кір келген кез мезгіл ұзаққа созылады. Етек кір тоқтап қалуы, бала көтеруден тоқтау жайты пайда болуы мүмкін. Ерлерде шыбық солу, жыныстық әуес әлсіреу, аз санды науқастарда омырау үсті көбею, ми қосалқысы жалғасты үлкею сияқты жайттер пайда болуы мүмкін. Жетінші жақтан науқас салмақты болған жағдайда мұздап тоңып тұру, жабыспақ солістік пайда болу, тыныс жолы жұғымдалу, жүрегі соғу, тоңу, қан қысымы төмендеу, бұлшық еттері босау, бүйрек ауыру, кіші дәрет қыстау жайттер пайда болады. Сегізінші жақтан меңіреулік науқас. Бұл сүлкіні түсу, үн ішіне түсу, ажары қайту, аузынан суағу, көзі бадыраю, тілі сылақтау, тәлтіректеу, адым ашылмау қатарлармен бейнеленеді. Осындай аурулар болған кезде шипагерге дер кезінде дауалану әрі шипагердің емдеу жобасына бойсыну, қуаттық емдеу әдістерін қолдану қатарларын білікті алып бару керек. Бұл жалпы жаңағы ауру. Ал енді бұның қандай белгілері болады дегенде жоғарыда бір қаншасын айттық. Осының ішінде тыныс жол жүйесінде тыныс алу төмен болып, ұйықтағанда тыныс алу уақытша тоқтап қалу секілді жайттар туылуы мүмкін. Нерв жүйесінде өң әлпеті солғындау, рефлекс уақыт ұзару жайттар пайда болуы мүмкін. Қан айналыс жүйесінде оң клетка, оң пигмент сипатты қаназдық пайда болуы мүмкін. Қан түйіршігінің сығылған көлемі төмендейді. Төртіншіден өрбу жүйесінде балалы болу, жыныстық шабыты төмендеу, әйелдерде етек кір қалыпсыздану немесе етек кір мөлшері көбею секілді жайттар пайда болуы мүмкін. Бесінші жақтан терісінде тері құрғау, денеде сұйықтығы жайты пайда болады. Сақталу, ауыр болғанда кейбір кілегейлі солістік пайда болуы мүмкін. Алтыншыдан кейбір секрециялық ішкі секреция жүйесінде қалқанша без қызметі әлсірегенде алғашқы бүйрек үсті без қызметі әлсірейтін күрделі белгілер жарыққа шығуы мүмкін.
жетіншіден қан тамыр жүйесінде жүрек бұлшықеттерінің жиырылу қуаты әлсірейді. Жүректің қан ығыстыру мөлшері төмендейді, қимыл төзімділігі төмендейді. Ауыр болғанда жүрек қуатының әлсіреуі пайда болуы мүмкін. Үлпіршекке су жиналатын жағдайда болады. Сегізінші жақтан ас қорыту жүйесінде жалпылағанда зат алмасу төмендейді, салмақ артады, дәм түйсігі нашарлайды, асқазан кілегей қабығы соратын, асқазан қышқылы артатын, азаятын, кейбір қатерлік қаназдық, ішектің жиылу әлсіреу секілді іш қату жайттары пайда болуы мүмкін. Бұдан басқа да түрлі зат алмасулардың төмендеу жайттары пайда болады. Доғыр қандарды қан тексеру, қаннан ажырату тәсілдерін қолданады. Кейбір ұйықтылықтау немесе дәрі ішкізуге, яғни мына еужағы қатарлы дәрілерді ішкізу әдістері қолданылады. Бұл енді батысшада емдеу әдісі. Бұл науқасты қоректік ғылымында қуаттандырып емдеу азықтық арқылы дененің қарсылық қуатын жоғарылату, қан айналыс жүйесін, жүректің қызметін азықтық арқылы қуаттандыру әдісін қолданғанда бұның өнімі